Қайырлы күн баршаңызға. Мен бүгін сіздерге майсөкті қалай жасау керегін көрсететін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Майсөкті дайындау үшін бізге бір кесе тары, сары май және шекер қажет болады. Жақсылап жуып алғаннан кейін тарыны үстінен ыстық су құйып, бетін жауып 20 минутқа қалдырамыз. Тарыны майлыққа жайып 5 минут қойып қоямыз. Үстінен сары майды, тұзды, шекерді салып, жақсылап араластырамыз. Осымен майсөгіміз дайын. Майсөгімізді кесеге салып, үстінен басып, әдемі қылып, тәрелкеге салып қоямыз. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше.